Сәлем қыздар, бүгін сіздерге екі ғана жұмыртқадан осындай үлпілдеп тұратын воздушный сметанниктің рецептісін көрсетемін. Барлық заттарды описание бөліміне жазып қойдым. Сол жақтан скрин жасап алып, барлығын алдын ала мен секілді дайындап алыңыздар. Ең алдымен осылай екі жұмыртқамыздың ағы мен сары уызын бөлек алып аламыз. Екеуі екі түрлі болып ажырап тұруы керек, бір-біріне араласып қосылып кетпеуі керек. Одан кейін үстіне ұнымызды қосамыз, қантымызды саламыз және бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Одан кейін бір шай қасық қопсытқышымызды қосамыз. Егер сіздердің сары майларыңыз холодильникте тұрып қатты болып тұрса, оны пышақпен бөліп алсаңыздар болады, немесе терканың көмегімен шамалы жұмсартып алыңыздар. Себебі осылай қолымызбен үгіткен кезде ол сіздердің майларыңыз шамалы еріп тұруы керек, бөлме температурасында тұруы керек. Осындай крошка дайындап аламыз. Оның үстіне суды қосамыз. Кішкене ғана 20 граммдай су қосамыз. Сол суымызбен қосқаннан кейін біздің қамырымыз бастары бірігетін болады. Неге өздеріңіз көріп тұрсыздар. Сосын қатты илеп қажет емес, өйткені сары майымыз бар ішінде, ол өзі еритін болады. Неге біздің қамырымыз жұмсақ болып, бір формада, бір қалыпқа келді. Енді осыны холодильникке 30 минутқа қоямыз. Одан кейін дәл осылай описание бөлімінде барлығы жазылған, осылай алдын ала дайындап алыңыздар, өздеріңізге жасауға ыңғайлы болады. Одан кейін міндетті түрде ыдыстарыңыз құрғақ болу керек. Қыздар, егер ыдыстарыңызда бір тамшы болса да су тұратын болса, сіздердің осылай ішіне салған жұмыртқаларыңыз олар ағармайды, көтерілмей қалады белоктарыңыз. Сондықтан міндетті түрде құрғақ ыдыс болу керек. Және қантыңызды осылай үшке бөліп саласыз. Бірінші скоросты аздан бастайсыз, одан кейін ғана барып миксерлеген кезде қатты скороспен жасай бересіздер. Мінекей біздің белогымыз осылай ыдысымызды төңкерген кезде ол төгіліп қалмауы керек. Одан кейін қаймағымызға осылай қоюлатылған сүтімізді құйып аламыз және қаймағымызбен бірге бірінші араластырып аламыз барлығын. Жақсылап, мінекей бізде бір тегісті, бір қалыпты барлығы бірге араласты. Енді осыны жаңағы біздің белогымызға қосып араластырамыз. Қыздар, байқасаңыздар, мен астынан бастап үстіге қарата көтеріп жатырмын. Дәл солай сіздер де істеңіздер. Одан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнды қаймақпен бірге араластырып жіберсеңіздер де болады. Сол кезде сіздерде мынадай іртік комошкалар қалып қоймайтын болады. Мінекей біз холодильниктен шығарған тестамызды алып шықтық. Енді ұнды сеуіп отырып жаясыздар. Негізі осылай қамырды қолмен жайсаңыздар да болады, сразу формаңызға салсаңыздар да болады, немесе осылай бір тегісті етіп жасау үшін оқтаумен жасап алыңыздар. Сол кезде сіздердің пирогтарыңыз бір тегісті болып жайылатын болады және жеген кезде де, ортасынан кескен кезде де барлығы бір формада тұратын болады. Одан кейін осылай менде 24-тік форма, осылай жан-жағын барлығын көтеріп қамырларыңызды жайып аласыздар. Биік қылып көтере беріңіздер қамырларыңызды, өйткені сіздер ішіне салатын жаңағы салмасының қаншалықты болатынын білмейсіздер ғой. Сол себепті мүмкіндігінше көтеріп бортиктарын жасай беріңіздер. Кейін пышақпен ішіне тұрғаннан кейін түсіріп аласыздар. Одан кейін егер сіздер қарақат, жаңағы жеміс-жидектерді қосатын болсаңыздар, суы шығып кетпес үшін осылай жүгері крахмалына қосып араластырып салсаңыздар болады. Енді дайын болған сметаннигімізді біз пешке пісіріп аламыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 40 минут пісіреміз. Қыздар, тағы бір ескертетін жайт, ол сіздің пешіңіздің градусына байланысты. Сондықтан да 30 минут өткеннен кейін міндетті түрде қарап тұрыңыздар. Сіздердің пирогтарыңыз күйіп кетпеуі керек. Беті кішкене ғана сарғайған кезде көтеріп ала бересіздер. Қатты қызартудың қажеті жоқ. Жасап көріңіздер, ас болсын.